Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге өте керемет бір ерекше платформамен таныстырғым келіп отыр. Яғни ол платформа Mosaic Education деп аталады. Сіздер бұл платформаға кіру үшін Google-дың іздеу жолағына mozaweb.com десеңіздер, осы платформаға кіретін болады. Қараңыздар, бұл платформа ағылшын тілінде. Егер сіздер басқа тілге ауыстырып жұмыстанамын десеңіздер, онда жоғары жағында тілдер деген бар. Осының үстінен басу арқылы мінекей өзіміз қолданатын орыс тілі және қазақ тілдері бар. Қазақ тілінің үстінен басқан кезде бұл платформа толығымен қазақ тіліне ауысады. Бұл платформа кімдерге арналған? Мұғалімдерге, оқушыларға, мектептерге, яғни білім беру жүйесінің барлығына арналған. Осы платформа туралы оқушыларға, мұғалімдерге, мектептерге арналған нұсқаулықтар бар. Өздеріңіз кіріп таныссаңыздар болады. Енді жоғары жағында осы платформаның жаңағы инструменттері бар. Осы инструменттер арқылы жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Мінекей біріншісі сөрем, бұл жерде кітаптар, дәптерлер, үй тапсырмалар орналасқан. Медиа, барлық сабақтарға арналған 3D үлгілері, құрал ойындар, викториналар, видеолар, суреттер, дыбыстар орналасқан. Ал 3D, қараңыздар, осы сабақтарға арналған 3D модельде үлгілері бар, тақырыптарға арналған. Сабақтар, құралдар, видеолар. Бұл жерде сабақтарға арналған презентациялар, тест тапсырмалар және видео сабақтар бар. Енді осы платформамен ары қарай жұмысымызды емін-еркін жалғастыру үшін біз міндетті түрде тіркелуіміз керек. Ол үшін жоғары жағында кіру батырмасы бар. Осыны басу арқылы тіркелсек болады. Мінекей қараңыздар, сіздерге ұсынған осы әлеуметтік желілердің аккаунттарымен тіркелсеңіз болады, немесе жаңа аккаунтты құруды басып, өзіңіздің почтаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Мен бұл платформамен жұмыс жасап жүргендіктен менде автоматты түрде логин паролім сақталып тұр. Мінекей кіру батырмасын басамын. Басқаннан кейін мінекей медиаға барып 3D үлгілерінің үстінен басатын боламыз. Бұл жерде осы платформа ұсынған 1304 3D үлгілер бар. Барлық сабақтарға арналған. Мінекей қараңыздар, өте керемет химия сабағы. Осы тақырыптарға арналған 3D модельдер үлгілері бар. Физика, технология, мінекей биология. Бір сабақты алайық, мысалға биология. Әр пәннің үстінен басқан кезде мінекей астында бөлімдерге бөлінеді: адам денесі, микробиология, жануарлар, өсімдіктер болып. Енді осы жерден қазір бір тақырыпты ашамыз. Мінекей астында екінші бет, үшінші бетке өту үшін астында мынандай сандар бар. Осының үстіне басу арқылы келесі бетке өте аласыз. Мінекей өте керемет тақырыптар. Мысалы, міне тыныс алу жүйесін басайық. Басқаннан кейін бір үлгінің үстіне басқан кезде осындай бізде хабарлама келеді. Яғни сіз 5 үлгіні бір аптаның ішінде қолдана аласыз. Бір апта өткеннен кейін тағы да 5 үлгіні ары қарай жалғастырып көрсеңіз болады. Мінекей 3D-ні ашу дегенді ашамын. Ашқаннан кейін осындай загрузка жүреді бізде. Бұл 3D модельдерді қай кезде қолданамын? Бұл 3D модельдің үлгілерін, яғни сабақтарда, ашық сабақтарда, жаңағы ғылыми жобаларда қолдансаңыз өте керемет жұмыс болады. Мінекей загрузка жүріп болғаннан кейін бізде жаңағы тыныс алу жүйесінің осындай 3D модельді үлгісі шығады. Қараңыздар, өте керемет. Мышканың көмегімен сіздер жақындатып, алыстатып көре аласыз. Мінекей артынан, жоғарғы жағынан. Бұл жаңағы биология пәнінің мұғалімдері үшін өте керемет көрнекілік деп есептеймін. Қараңыздар, жақындатып көруге болады, алыстатып көруге болады. Енді мінекей астында тыныс алу жүйесінің орналасуы, тыныс алу жүйесі астында осындай бөлімдерге бөлінген. Осының үстінен басу арқылы жаңағы құрылымдарымен танысатын боласыз. Мінекей тыныс алу жүйесінің орналасуы, қай жерде орналасқан туралы көрсетіліп тұр. Тыныс алу жүйесі, мінекей тыныс алу жүйесі, қосалқы мұрын қуысы. Мінекей жақындатып көрсеңіз өте керемет. Сабақтарыңызда қолданып көріңіздер міндетті түрде. Көкірек қуысы, мінекей өкпе, қараңыздар, жақындатып өте керемет 3D модельдегі үлгілер. Газ алмасу, қызыл қан түйіршіктері,
яғни осы бөлімдерді көріп болғаннан кейін мінекей тапсырма деген бар. Ол балалар үшін өте қызықты. Мінекей осы тапсырмаларға жауап беру арқылы жаңағы оқушылармен тапсырма орындасаңыз болады. Мінекей егер дұрыс жауап болатын болса, онда жасылмен, қызыл болса, онда қате жауап болады. Келесі сұрақ мысалға. Мінекей дұрыс емес. Өте керемет, көрнекілік. Енді анимация деген бар. Бұл жерде анимацияны бассаңыз, осы жаңағы тыныс алу жүйесі туралы жоғарғы жағында анықтамалар шығады. Өте керемет, қараңыздар. Енді бұл биология пәні үшін. Енді тағы бір пәнді ашып көрейік, мысалға химия пәні. Химия пәнінен мысалға қараңыздар. Кез келген тақырыпқа арналған 3D модельдері бар, үлгілері. Енді бізде қараңыздар, әр үлгінің үстіне басқан кезде жаңағы неше үлгі қалды, сол бойынша хабарлама келіп тұрады. Жаңа біз бір үлгіні аштық қой, енді бізде 4 мүмкіндік бар осы аптаға. 3D-ні ашамын, ашқаннан кейін бізде тағы да загрузка жүреді. 3D үлгілерін көрсету барысында, яғни оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Өте керемет, өздеріңіз тіркеліп, сабақтарыңызда қолдансаңыз болады. Яғни біз сабақтарда жаңағы презентациялар, видеоны көрсетіп жүрміз балаға. Мына 3D үлгілерін көрсетсеңіз, өте керемет, сабағыңыз өте күшті болып өтеді. Мінекей загрузка жүрді. Яғни химия пәнінің мұғалімдер үшін өте күшті көрнекілік. Мінекей астында қаныққан бу, үстінен бассаңыз, қаныққан бу қысылған кезде тығыздалады, оның қысымы өспейді. Өте керемет, қараңыздар. Қайнау қалай жүзеге асырылады. Қайнау нүктесі. Мінекей. Міне бұны жаңағы химия мұғалімдері өздері түсінетін шығар. Квитанция деген бар. Өте керемет. Яғни бұл жұмыстарды сіз ешкімге жібере алмайсыз. Бұл жұмыстарды сіздер тек қана скрин жасап өзіңіздің презентацияларыңызда қолдансаңыз болады. Немесе жаңағы запись экран қылып, видео қылып жазып алсаңыздар болады. Осы менің ұсынған видеом сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Сабақтарыңыз ерекше деңгейде өтеді. Келесі сабақтарда басқа да 3D модельдерін қалай қолдану керек жайлы сабақтар салатын боламын. Мені жоғалтып алмаш үшін маған тіркеліп өтіңіздер, мені қолдап кетіңіздер, және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар өте қуанышты болар едім.